үй жағдайында балаңызға өте дәмді, әрі пайдалы және ең бастысы еш зиянды қоспасы жасалған сырки жасағыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен шоколадты микроволновкада ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін 30 грамм сұйық май қосып, жақсылап араластырып, салқындатамыз. Ал енді ірімшікке келетін болсақ, менде үйдің таза сүттен жасалған ірімшігі, оған қант пен ерітілген сары май қосып араластырдым. Егер сіздікі түйіршіктелген дүкеннің ірімшігі болса, онда блендермен араластырған жөн. Менікі өте жұмсақ ірімшік, сондықтан да қолмен араластырып шықтым. Кез келген формочканы аласыз, немесе формаңыз болмаса, формасыз да жасай беруге болады. Көріп отырғандарыңыздай кекстің формасын алып, салқындаған шоколадты бір қабат жағып, тоңазытқышқа 15 минутке салып қойдым. Шоколадтың бірінші қабаты жақсылап қатты, енді екінші қабатын жағуға кірісеміз. Содан кейін қайтадан 15 минутке тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді дайындап қойған ірімшігімізді формаға толтырып салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін бетіне шоколадты жағып, соңғы рет тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Сырықтарымыз дайын болды. Формасынан өте оңай шешіледі. Дайындалуы да тез, өте дәмді. Балаларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.